Жеңше қайда барасыз? Айтпаймыз ба? Бүгін мейрам. Айтпақшы бір айтыңыз. Қойыңызшы, 30 күн бұл оразада да үйде отқан жоқсың. Күніге ауыз ашара кетіп қалдыңыз ғой. Бүгін айтта бір манты жасасаңшы, үйде отырайық манты жеп. Бопты, манты жасасақ жасайықшы, жасайық. Онда бүйтіп Асқабағат келіп, Алтын Ордадан өзіміздің көрші сатады. Күшті бар ғой, сап-сары. Сосын құйрық май обязательно қосуымыз керек. Оны зеленыйдан ал. Зеленыйдан Еркінбек деген нағашы бар ғой. Соған барып ал. Ой, құйрық майлары күшті. Содан кейін, мә, ет жеккіш. Мен сұрып жоқ қой. Ана Назира деген подружкам білесіз бе? Талғарда тұратын. Өткенде алып кеткен. Соны алып кеш. Манты барка, айграфшенейді ғой. Манты барка алып кеш бар. Қойыңызшы, манты барка оламын. Қаскелеңге барам ба? Енді көршіден біреуден сұрайсызсаңшы. Өзіңе бар затты біреуден сұраған зият емес пе? Енді онысы өзіміздің затымызды әкеп қоясың ғой. Соның бәрі әкел манты барка. Қойыңызшы сонда, айттай берейікші, кетті. Қайда бара тұратыныз? Айттап бара жатсың. Болды, соға бара берейік. Манты жемейсің. Айтта, үйде ертең бәле қылма, манты істеп бермесең мен істеп беремін. Құлағына кеш кәуенді салып, оған үміт күнгі жар.